Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес арнасында пайдалы кеңестер жиынтығы. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Пайдалы кеңестер қашанда артық болмайды. Оларды өз керегіңізге жаратыңыз. Егер қолыңызға байқаусызда момент желімін жағып алсаңыз, оны маргариннің көмегімен кетіруге болады. Бар болғаны былғанған жерге жағып, бірнеше минут күту қажет. Егер бөлмеңіздің ішінен жағымды иіс шыққанын қаласаңыз, лимонды суға салып қайнатыңыз. Жиһаз бен есіктегі, терезедегі әкті кетіру үшін сірке қышқылын пайдаланыңыз. Сүт піскен кезде төгілмесін десеңіз, пісіретін ыдыстың ішіне сары май жағыңыз. Көкөністерді тамақтың суы қайнаған соң салыңыз. Қызылшаны 20 минут ыстық суда пісіріп, артынша суық суға салсаңыз, жылдам піседі. Картопты тұзды суға салып қойсаңыз, жылдам аршылады. Тұзды картопты қуырып болған соң салған жөн. Бадана мен бұршақтың жылдам піскенін қаласаңыз, 12 сағатқа суық суға салып қойыңыз. Картоп езілмесін десеңіз, сірке қышқылы қосылған тұзды суда пісіріңіз. Қызылшаны қант пен алма сірке қышқылы қосылған суда пісіретін болсаңыз, бояуы шықпайды. Көкөністерді дұрыс әзірлеу тәсілі. Қазанның қақпағы жақсылап жабылуы тиіс. Көкөністерді шанышқының көмегімен кесуге болмайды. Піскен көкөністерді судан бірден алған жөн. Көкөністерді пісірген кезде суға лимон шырынын тамызу қажет. Нанның жанына картоп, тұз қоятын болсаңыз, дәмі көпке дейін сақталады. Балды дұрыс таңдау тәсіліне тоқталатын болсақ, таяқ алып, оған бал ораңыз. Қолдан жасалған бал таяққа жағылмайды, сырғып аға беретін болады. Балды саусағыңызбен үйкеп көріңіз. Бірнеше уақыттан соң саусақтарыңыз бұрынғыдай бір-біріне жабыспаса, бұл балға қант қосылғандығын білдіреді. Тырнағыңыздың ұшына бал жағып көріңіз. Сапалы бал төмен қарай ағып кетпейді. Бүгінгі пайдалы кеңестер жиынтығы кәдеңізге жарасын.